Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қазақ тіл сабағын бастаймыз. 37-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы мәтін дегеніміз не? Сабақтың мақсаты мәтін туралы білемін, әңгімелеу, мәтінді құрастырып жазамын. Бірінші жаттығу оқы. Ұстазым Әнжу апай, алғашқы менің. Бұлар сөздер, иә? Бірінші бөлікте сөздер берілген екен. Екіншісінде мынау сынып бөлмесі Айжан кітап оқуды ұнатады. Екіншісінде сөйлемдер мазмұны жағынан байланыспаған қарапайым сөйлемдер берілген. Үшінші бөлікте сынып бөлмесінің ауасы таза, оның терезелері үлкен, әдемі парталар үш қатарға тізіліп қойылған. Мұғалімге арналған үстел орындық бөлменің жағында тұр. Үшінші бөлікте сөйлемдердің орындарын ауыстырып айтуға болмайды, себебі ол мәтін екен. Мәтінді көшіріп жазамыз. Ең соңғы бөлігін көшіріп жазамыз. Соңғы бөлікте мәтін берілген, мәтін құрамындағы сөйлемдер мазмұны жағынан өзара байланысқан. Екінші жаттығу сұрақтарға жауап жазамыз, балалар. Сыныпта неше оқушы бар екен? Сыныпта мысалы 25 оқушы бар. Нешеуі ұл, нешеуі қыз бала сыныптарында балалар. Мысалы 10-шы қыз, екісі ұл деуге болады. Сыныптастарым бір-бірімен тату. Сыныптастарым бір-бірімен тату сынып. Жазған жауабың мәтін болып шықты ма? Мәтіннің не туралы? Мәтін мазмұнына сәйкес келетін тақырып таңда. Мәтін статусы келеді, иә, балалар? Үшінші жаттығу мәтін тақырыбына сәйкес келетін бөлікті тауып түсініп оқы. Сабақ сөзін нені білдіреді? Сынып оқушылары сабақтан қалмайды. Олар білім құмар балалар. Сабақ сөзі араб тілінен енген. Ол таңертең дегенді білдіреді. Сондықтан сабақ бүгін таңертең басталады. Сөз сыртына саяхат кітабынан. Балалар мәтін тақырыбына екінші бөлік сәйкес келеді, сабақ сөзін нені білдіреді? Төртінші жаттығу алдымен, содан соң, содан кейін ең соңғы сөздерді пайдаланып, берілген сурет бойынша мен кезекшімін тақырыбында мәтін құрастырып жазамыз. Мен кезекшімін. Бүгін мен сыныпта кезекшімін. Алдымен тақтаны сүртіп, содан соң терезенің жағын тазаладым. Содан кейін парталарды реттеп қойдым. Ең соңында терезелерді ашып, сынып бөлмесінің ауасын таза қылып, сабақ өтуге дайындадым. Мәтін мазмұны жағынан өзара байланысты екі не одан да көп сөйлемнен тұралады. Мәтін құрамындағы сөйлемдер ортақ тақырыппен бірігеді. Шығармашылық үзіліс. Бесінші жаттығу. Мұғалім саған түрлі түсті қағаздан гүл жасап келуді тапсырды. Сен гүл жасау үшін алдымен, содан кейін ең соңында не істейсің? Гүлді қалай жасаймын тақырыбына мәтін құрастырып жаз. Маған мұғалім гүл жасауды тапсырды. Алдымен түрлі түсті қағаздарды таңдадым, содан соң анамнан көмек сұрап қағаздарды қия бастадым. Содан кейін гүлдің бөліктерін бір-біріне қосып желімдедім. Ең соңында дайын гүлді желімдеп, әдемі гүл жасап шығардым. Балалар, сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.